Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қарағанды облысы Шет ауданы Абай атындағы жалпы білім беретін мектебінің математика пәнінің мұғалімі Дүйсенбекова Гаухар Кәшанова. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы толық ықтималдық формуласы және байыз формуласы. Оқу мақсаты: толық ықтималдықты табу формуласын біледі және оны есеп шығаруда қолданады. Байыз формуласын қолдану шартын біледі және оның есеп шығаруда қолданады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты: есептерді шешу кезінде байыз формуласын және толық ықтималдық формуласын қолдана алады. Толық ықтималдық дегеніміз, мына теоремаға тоқтала кетейік. Айталық: А оқиғасы қос-қостан үйлесімсіз оқиғалардың толық тобын құрайтын H1, H2, солай тағы да Hn оқиғалардың тек қана біреуімен пайда болсын. Онда А оқиғасының ықтималдығы толық ықтималдық формуласымен былайша есептеледі. Бірінші болжамның ықтималдығын шартты ықтималдыққа көбейтіндісі қосу екінші болжамның ықтималдығын шартты ықтималдыққа көбейтеміз. Тағы сол сияқты n-ші болжам ықтималдығын n-ші шартты ықтималдығына көбейтеміз. Толық ықтималдық формуласы деп аталады. Алдымызда тұрған формула. Енді бір мысал қарастырайық. Оқушы 25 емтихан сұрақтарының 20-сына дайындалып үлгерді. Емтиханды ең үлкен ықтималдықпен тапсыру үшін оқушы емтихан билетін бірінші болып алғаны дұрыс па, әлде кезекпен алғаны дұрыс па? Оқушының дайындалған билетін сәтті деп, ал дайындалып үлгермеген билетін сәтсіз билет деп алайық. Алдымен оқушының билетті бірінші болып алғандағы емтиханды тапсыру ықтималдығын анықтайық. Бұл жағдайда барлық мүмкін жағдайлар саны n тең 25, қолайлы жағдайлар саны m тең 20. Сонда классикалық ықтималдық формуласына салып 25-тен 20 тең 0,8-ге. Енді оқушының билетті екінші болып алғандағы емтиханды тапсыру ықтималдығын анықтайық. Әрине, бұл оқиға бірінші билет алған оқушының қандай билет алғанына тәуелді. Ол сәтті билет алды ма, әлде сәтсіз билет алды ма? H1 арқылы бірінші оқушының сәтті билет алғанын, H2 арқылы оның сәтсіз билет алғанын білдіретін оқиғаларды белгілейік. Бізге қажет оқушының емтиханды тапсыруын білдіретін оқиғаны арқылы белгілейік. Онда А оқиғасы H1 және H2 оқиғаларының бірімен орындалады. Олай болса формула бойынша 0,8-ді көбейтеміз 24-тен 19-ға, қосылған 0,2-ні көбейтеміз 24-тен 20-ға, теңдігі 0,8-дігін аламыз. Мұндағы PH1 25-тен 20 ол 0,8-ге тең, ал PH1A оқиғасының 24-тен 19-ға тең, PH2 оқиғасы 25-тен 5-ге ол 0,2-ге. Сонымен PH оқиғасы 24-тен 20 болатынын ескердік. Сонымен оқушының емтихан тапсыру ықтималдығы оның қай кезекпен билет алуына тәуелсіз. Енді бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты байыз формуласына тоқтала кетейік. Теорема: А оқиғасы өзара үйлесімсіз толық құрайтын B1, B2, Bn оқиғаларының болжамдарының біреуі пайда болғанда орындалатын оқиға болсын. Онда А оқиғасы орындалғаны белгілі болғандағы БК болжамының орындалу ықтималдығы мынадай формуламен анықталады. Формулада А оқиғасының БК, алымында А оқиғасының БК көбейтеміз, Б оқиғасының БК бөлеміз, А оқиғасының ол толық ықтималдығына бөлеміз. Енді формулаға назар аударсақ, алымындағы БК болжамның априорлық ықтималдығы. Априорлық дегеніміз не? Априорлық дегеніміз алдын ала орындалғаны белгілі болған оқиға.
ықтималдық классикалық анықтамаға тоқталайық. А кездейсоқ оқиғасының ықтималдығы деп Аға қолайлы нәтижелер санының барлық мүмкін нәтижелер барлық элементар оқиғалар санына қатынасын айтады және оны ПА арқылы белгілейді. Бұған тоқталып тұрған себебіміз қазір есеп шығарғанда қолданамыз. Енді есепке мысалдарға тоқталайық. Мектеп оқушыларының 60% қыз балалар, театрға қыз балалардың 80% және ұл балалардың 75% билет сатып алды. Мұғалімдер бөлмесіне жоғалтылған билет әкелінді. Бұл билетті жоғалтып алған баланың ер бала болу ықтималдығын табыңдар. Енді бұл есепті біз ағаш әдісіне салайық. Бұл әдістің мақсаты біздің білім алушылардың көптеген толық ықтималдық формулалары мен есептер шығару барысында көптеген қиындықтар туындайды. Есептердің мазмұнын жеңілдету үшін әрі қарай оңай әдісімен шығару барысында төмендегі әдісті ұсынамын. Ол үшін алдымен есеп мазмұнына назар аударамыз. Есеп шартында ықтималдық деп тұрса, онда міндетті түрде ықтималдықтың классикалық анықтамасына саламыз. Енді есепке назар аударайық. Ағаш әдісі дегеніміз мектеп оқушылары деп А оқиғасын аламыз. Мектеп оқушылары қыз балалар және ер балаларға бөлінеді. Қыз балалардың 60% билет алған болса, онда 40% ер балалар билет алған болады. Қыз балалардың 80% билет алса, онда билет жоқ қыз балалар 0,2% болады. Бұл балаларды 75% билет сатып алды деп тұр берілгенде, онда билет жоқ ер балалар 0,25-ге тең болады. Есепті ағаш әдісіне берілген сандарды енгізіп алайық. А оқиғасы ретінде біз қыз балалар мен ер балалардан тараған мектеп оқушыларын қарастырамыз. Айта кететінім, ер балалар мен қыз балалардың ықтималдықтарының қосындысы бірге тең. Осы жерде ескеретін бір жағдай, бір тармақшадан бірнеше тармақшаға тараған ықтималдықтардың қосындысы әрқашан бірге тең. Ықтималдықтың классикалық анықтамасына керекті ақпаратымызды салайық. Алдымызда айтып кеткеніміздей, М дегеніміз ол бөлімінде толық ықтималдық, 0,6-ны көбейтеміз 0,8-ге, қосу 0,4-ті көбейтеміз 0,75-ге. Бұл жерде толық ықтималдықты көрсетіп тұр. М дегеніміз шартты, 0,4-ті көбейтеміз 0,75-ге. Бұл жерде ер балалардың билет алғандығы туралы айтылып тұр. Формулаға салып есептейтін болсақ, онда жауабы 13-тен 5-ге тең. Енді бүгінгі тақырыбымызға қайта оралып, толық ықтималдық формуласымен тығыз байланысты болатын формула Байес. Байес дегеніміз Байес Томас 1702 жылы 1761 жылдар өмір сүрген ағылшын математигі. Лондонда король ұйымының мүшесі. Байес формуласы ықтималдықтарды көбейту теоремасы мен толық ықтималдылық формуласының салдары болып келеді. Егер оқиғасы толық топ құратын бірікпейтін оқиғалардың, болжаулардың, гипотезалардың біреуімен пайда болатын болса, онда әрбір болжаудың шартты ықтималдығы үшін деп берілген. Тағы бір есепті қарастыра кетейік.
Екі қораптың біріншісінде 7 қызыл және 3 жасыл шар. Екіншісінде 4 қызыл мен 6 жасыл шар бар. Кездейсоқ таңдалған қораптан бір шар алынды. Алынған шар жасыл түсті болып шықты. Алынған шар бірінші қораптан болуының ықтималдығын табыңыз. Алынған шар бірінші қораптан болуының ықтималдығын табыңыз дейді. Енді көз алдымызға елестетейік. Біз қараңғы бөлмеге кірдік. Сол қараңғы бөлмеде 2 жәшік тұр. Бірінші жәшікте 7 қызыл, 3 жасыл шар бар. Екінші жәшікте немесе қорапта 4 қызыл мен 6 жасыл шар бар. Біз қай жәшіктен немесе қораптан алатынымыз белгісіз. Енді ықтималдық 2 шар болғандықтан әр жәшіктің ықтималдығы 2-ден 1 болады. Бірінші жәшікте 10 шар, оның 10-нан 3 ықтималдығы болады. Себебі бізге жасыл шар туралы шарт қойылып тұр. Екінші жәшікке де немесе қорапта 2-ден 1 ықтималдығы айттым. Ол жерде де 10 шар бар, 6 жасыл шар болғандықтан оның ықтималдығы 10-нан 6 шар болады. Енді осы алынған нәтижелерімізді формулаға қойып есептейміз. Алымына 2-ден 1 көбейту 10-нан 3 дегеніміз бірінші жәшіктен алу деп шарт қойылып тұрғандықтан, оның ішінде жасыл шар алу екендігіміз айтылғандықтан 2-ден 1-ді көбейтеміз 10-нан 3-ке. Бөлімінде толық ықтималдықты қосындысын қоямыз. 2 шардың да толық ықтималдығының орнына қойып есептейміз. Сондықтан біздің жауабымыз 3-тен 1-ге тең болады. Сабағымыздың аяғына қарай сәйкестендіру тапсырмасын орындап жіберейік. Бізге 3 формула беріліп тұр. Соны сәйкестендіре отырып, әр формуланың өзінің қай формулаға жататынын табуымыз керек. Сіздерге уақыт берейін. Уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Енді жауабымызды тексерейік. Бірінші 1b, екінші формула 2v, байыз формуласы, үшінші a, оқиғаның толық ықтималдығының формуласы. Рахмет. Үй тапсырмасы. Байыз формуласына есеп. 30 атқыштың 12-сі нысанаға тигізу ықтималдығы 0,6. 8 атқыштың нысанаға тигізу ықтималдығы 0,5 және 10 атқыштың нысанаға тигізу ықтималдығы 0,7. Кездейсоқ алынған атқыш оқ атып нысанаға тигізді. Бұл атқыш топтардың қайсысына жату ықтималдығы жоғары? Байыз формуласымен шығарасыздар бұл есепті. Келесі тапсырма. 3 дорбаның әр қайсысында 6 ақ және 4 қызыл түсті асықтар бар. Бірінші дорбадан кездейсоқ бір асық алынып, екінші дорбаға салынды. Сонан соң екінші дорбадан кездейсоқ бір асық алынып, үшінші дорбаға салынды. Соңында үшінші дорбадан кездейсоқ алынған асықтың қызыл түсті болу ықтималдығы қандай? Бұл жерде 3 дорбаға саласыздар. Әр қайсында деген сөзге мән береміз. 3 дорбада да, бірінші дорбада да 6 ақ және 4 қызыл түсті болады. Екінші дорбада да 6 ақ, 4 қызыл түсті асықтар болады. Және үшінші дорбада да 6 ақ, 4 қызыл түсті асықтар болады. Сонда бірінші дорбадан кездейсоқ бір асық алып, екінші дорбаға саласыздар. Сонан соң екінші дорбадан кездейсоқ тағы бір асық алынып,
үшінші дорбаға саласыздар. Сонда үшінші дорбадан кездейсоқ алынған асықтың қызыл түсті болу ықтималдығы қандай? Сонда алымына сіздер қызыл түсті қандай ықтималдықта болғанын анықтап, формулаға қойғанда соған мән беріңіздер. Есеп шығару барысында шатаспауымыз керек.